Осы қазіргі адамдарға қаржылай тәуелсіз болғың келсе, бірінші орында ақша табу емес. Ақша табумен проблема шешілмейді. Бірінші орында ақша басқару десең, күліп қарайды. Айналайыны таппаған ақшаның қай жерін басқарасың, қай жерін жинайсың дейді. Бірақ расымен де түбінде бәрібір бізге қаржылай сауаттылық қажет. Өйткені бізде қазақта ақша табумен проблема жоқ. Мойкада жуып жүрген көліктерді қазақ, даяшы болып жүрген қазақ, саудада жүрген қазақ, бүткіл жерде қазақтар жұмыс жасап жатыр. Мен сенбеймін қазақ жалқау дегенге. Қазақ жұмысын жасап жатыр, ақшасын тауып жатыр. Неге онда қарыз кредит бітпейді? Қаржылай проблема бітпейді. Өйткені табылып жатқан ақша сауатты басқарылмай жатыр. Иә, мүмкін кінә өкіметте шығар. Өкімет толық жағдай жасамай жатқан шығар. Бірақ айналып келген кезде біз ақша жинағымыз келсе, үнемдегіміз келсе, жөнді басқарғымыз келсе, жасай аламыз оны. Дәретханаға қысылған адам секілді, ұятты болса да айтайын, біз расымен де қатты қаласақ, қаржылай тәуелсіз болуды, ақшамызды жинай алуды біз жинаймыз, біз амалын табамыз. Сондықтан бірінші орында ақшаны басқару ағайын.